Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге 15 минутта дайын болатын американский панкейктің рецептісімен бөлісетін болам. Ендеше кеттік. Бізге керегі кефир, қант, тұз, разрыхитель, жұмыртқа және май керек. Ең алдымен осылай 300 мл көлемінде кефирімізді дайындап аламыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, 180 граммда көлемінде ұнымызды салып, 1,5 чай қасықтай разрыхитель және 3-4 чай қасық қантымызды саламыз. Сонан соң чепотка солімізді қосып, 2-3, яғни 3 ас қасық көлемінде сұйық майымызды құямыз. Барлығын араластырып, густы тесто шығаруымыз керек. Тестамыз міндетті түрде әдемі болып шығу үшін барынша араластырып, бір келкі қалыпқа енгенше араластыратын боласыздар. Осылай дайын болған тестамыздың бір ас қасығын алып, қызып тұрған тапамызға құямыз, яғни тапаны алдын ала қыздырып алып, жай отта 15 минутта пісіріп аламыз. Осылай тестамыз салғаннан кейін бұл әдемі болып осылай көтеріледі. Түрін қараңыздар, қандай әдемі болды. Осылай қызартып екі жағында пісіріп аламыз. 15 минутта тез дайын болады. Таңертеңгілік чайға дайындайтын болсаңыздар, өте дәмді сгущенкамен, вареньемен, нутелламен ұсынсаңыздар, өте керемет үлпілдек әдемі болып шығады. Міндетті түрде осылай кефирмен жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рецепті міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ас болсын.